мысалға адамның қайтыс болуы бар да, адамдар қайтыс болады ғой, қазақтарда қайтыс болды дейміз ғой адамның. Мысалы адам қайтыс болған кезде, жалпы мен өзім 4 жылдай осы салада оқыдым, әлі де оқып жатырмын да. Кейде болмайтын нәрседен адам қайтыс болады да, болмайтын бір аурудан мысалға адам қайтыс болып жатады. Неге деген сұрақ туады да. Мысалға барлық адамдар мысалы тұмаумен ауыруы мүмкін, бір адам тұмауды көтере алмай қалады да, ауырады. Содан қайтыс болып кетуі мүмкін да. Неге? Өйткені адамның организмі өмір бойы адам түрлі травма алуы мүмкін, түрлі аурумен ауыруы мүмкін да, түрлі вирусный аурумен ауыруы мүмкін. Мысалы да, адам өмірінде, мысалы бір адам 50-ге келді да, мысалы 50-де дейікші бір адамның жасы, немесе 30-да, немесе 40-та, кез келген жас. Адам сол 50-ге 40-қа келгенге дейін неше түрлі адамның басында жағдай өтеді ғой. Уланады адам, иә. Түрлі травма алады, құлақ балады мысалы да. Мысалы, енді біздер орысша оқыдық, кейбір терминдерді енді түрлі себеппен адам өмірден өтіп кетеді. Енді біз жерде адамның ауруымен өмірден өтуін айтып жатырмық. Машинаға ағып кетуі мүмкін, үстіне келіп шықпауы мүмкін, иә. Құдыққа түсіп кетуі мүмкін, суға батып кетуі мүмкін, өртеніп кетуі мүмкін, түрлі өлім келе береді ғой. Оны Алла біледі. Бірақ ауруға қатысты. Енді сол адам дүниеден 50-де 60-та мысалы оған дейін өмір сүрді ғой. Адамның өмірінде түрлі ауру болады да. Бір адам емделеді, бір адам емделмейді, көбісі да. Травма алады, қолын соғып алады, мысалы да, тобығын шығарып алады, қабатқа сынады, біреулер жағын сындырады, түрлі нәрсе болады. Уланады біреулер, иә. Неше түрлі нәрсе болады адамның өмірінде. Соның барлығы адамның организмінде қалады. Толық кейбір вирустар өлмейді, адамның организмінде болады. Сондықтан болезнь сумма баллов деп айтады орысша. Міне орысша айтып жатырмын мен өзім оқығанымда да. Өйткені бір ауру келген кезде бір адам соны көтере алмай қалуы мүмкін да, сол себеп болады. Өйткені оған дейін оның денесінде ауру болып тұрды ғой. Оған дейін ауру болып тұрды, неше түрлі. Ол жиналып тұрды, түрлі травмалар болып тұрды. Сол ауру, кішкентай бір келген ауруды енді көтере алмай қалады да, организм әлсіреп тұрады. Бір тұмаудан кетіп қалуы мүмкін, жүрегінің бір кішкентай несінен кетіп қалуы мүмкін, давлениесі көтерілгеннен кетіп қалуы мүмкін, адам өмірден өтіп кетуі мүмкін. Оған дейін организм шаршайды, былай айтқанда. Өзінің пределіне жетіп тұрады. Сондықтан оны неге айтып жатырмын мен? Мына остеопат мамандары остеопатпен жұмыс жасаған кезде, мысалы остеопатқа барғандар болатын болса, оқыған дұрыс остеопатқа барған адам, біз адамның денесіндегі, былай айтқанда, адамның анатомиясын оқимыз, адамның физиологиясын оқимыз, адамның неврологиясын оқимыз, иә. Және де адамның денесі 7 қабаттан тұрады, любой адам. Сол 7 қабаттың 7-еуінен де жұмыс жасаймыз. Және де адамның денесіндегі болып жатқан, мысалы, түрлі жалыбымен келеді ғой. Соның первопричинасын, яғни себебін анықтауға тырысамыз, сол себебімен жұмыс істеуге тырысамыз. Мысалы айтайын, бір жері сынды, бір жерінен травма алды адам. Сол травма адамның денесінде қалады, сүйектерде қалады дарышы. Мысалы, бір жері сынған адам болатын болса, мысалы, осы жерде отырған адамдар да білет, кейде сол жері ауырады, сырқырайды. Неге? Өйткені сол алған травма сүйекте қалады да. Ең соңғы біздің 7-ші қабатымыз адамның денесіндегі сүйек сол. Мысалы, бірінші теріден тұрады. Любой адам, кез келген адамның 7 қабаттан тұрады. Тері, клетчатка деген зат бар, терінің астында. Одан кейін фасций деген зат бар, пакет сияқты, мал сойған кезде пакет сияқты жабық тұрады еттің сыртында. Содан кейін бұлшықеттің ішінде біздің нервтер өтеді. Тамырлар, веналар, артериялар жүреді. Одан глубокий фасций, терең фасций орналасады. Одан кейін надкостница, содан кейін сүйек, кость. Міне осы 7 қабаттан тұрады барлық адам баласы жаратылған. Остеопат мамандары сол 7 қабаттың 7-еуінен де жұмыс жасай алады. Қолмен, перцепция арқылы. Өйткені травма алған адамның денесінде травма тұрады. Және де мына бізді солай жаратқан ғой, әрбір адамның ағзасы өзінің ритмі болады, қозғалысы болады. Демалып тұрады ол. Оған мына басымызда біздің нервный система бар. Центральный нервный система. Сол арқылы нервтер келеді. Кез келген адамның ағзасына. Иннервация дейді оны медицинада. Иннервация дейді. Сол кейде нервтармен байланысы
организмнің жаңа ағзаның не істейді, әлсірейді. Соның кесірінен адам ауруға шалдығады кейде. Түрлі ауруға шалдығады. Міне соның барлығын қалпына келтірумен айналысады остеопат мамандары. Мен түсіндіре алдым ба, түсіндіре алмадым ба? Қазақ тілінде көп адамдар кейде білмей жатады остеопат мамандардың не жұмыс жасайтындығын. Мен сол үшін түсіндіріп айтып жатырмын. Кейбіреулер мына массажистермен шатастырады. Остеопатияның массажға қатысы жоқ. Массажистер бөлек әлем, бөлек адамдар, бөлек мамандар.